Робин Шарма, «Сен өлгенде кім жылайды?» Бірінші бөлім. Мен бұл кітапты оқырман саған арнаймын. Осы кітапта берілген өмірлік сабақтар бойыңда бар талантты ашып, жан жағындағы адамдардың тағдырын өзгертуге көмектеседі деп сенемін. Бұл кітапты сондай-ақ маған керемет ұстаз бола білген балаларым Кольби мен Бианкаға арнаймын. Мен сендерді жақсы көремін. Өмірдегі нағыз қасірет өлім емес, тірі жүріп, жан дүниеңнің қаңырап бос қалғаны. Норман Казинс. Алғы сөз. Осы кітапты сатып алғаның үшін рахмет айтамын. Өйткені сен саналы, қызыққа толы, толыққанды өмір сүруге бел буып отырсың. Демек, кездейсоқ оқиғаларға емес, санаңа сүйеніп, тағдырға емес, мақсатыңа сүйеніп өмір сүруді шешкенсің. Бұл шешім мақтауға тұрарлық. Алдыңғы Феррарин сатқан монах сериясымен 2 кітап жазғаннан кейін, сол кітаптарды оқып, білімін арттырып, өмірін өзгерткен сансыз оқырманнан хат алдым. Олардың сөзі маған шабыт сыйлап, алға жетелей түсті. Сол хаттардың көбі білімімді жинақтап, өмір дәрістерін шығаруға түрткі болды. Осылайша, адамның өмірін өзгертуге ең қажетті материалдарды іріктеп, жұмысыма кірістім. Кітаптағы ақыл-кеңестердің бәрі шын жүрегімнен шыққан. Сондықтан оларға жай ғана құлақ асып қоймай, өміріңнің әр саласын жетілдіру жолында пайдаланасың деген үміттемін. Өз өмірімнен алған дәрістердің арқасында мен адам өзі қалағандай өмір сүру үшін білім алып қана қоймай, әрекет ету керек деп түйдім. Феррарин сатқан монах сериясындағы 3-ші кітапты парақтай отырып, кәсіби және жеке өміріңді, рухани әлеміңді байытатын парасатты пайымдардан нәр аласың. Маған хат жазып, электрондық хат жіберіп, семинарларыма қатысып, осы кітаптан алған біліміңді қалай кәдеге жарата алғаныңды айтып отырсаң, нұр үстіне нұр болар еді. Мен де алған әр хатқа өз қолыммен жауап жазуға мейлінше тырысамын. Алға қойған мақсатыңа жету жолында жан дүниеңе тыныштық, өзіңе бақыт тілеймін. Робин Шарма. Мұратыңды анықта. Өскелең шағымда әкем айтқан бір сөз әлі есімнен кетпеді. Балам, сен бұл дүниеге жылап келдің, ал әлем сені қуана қарсы алды. Енді дүниеден өткенде, әлем сені жылап шығарып салып, өзің қуанып кететіндей өмір сүр. Біз өмірдің мәні ұмытылған заманда күн кешіп жатырмыз. Қазір адам оп-оңай айға ұшып барады, ал көшенің арғы жағына өтіп, жаңа көршімен танысуға уақыты жоқ. Баллистикалық зымыранның жолын дәл есептеп, ғарышқа жібере аламыз. Ал балалармен кітапханаға баруға уақыт таппаймыз. Жақындарымызбен хабарласуға электрондық поштамызда, факсымызда, цифрлық телефонымызда бар. Бірақ адамзат бұрын соңды дәл қазіргідей байланысты сиреткен емес. Біз адамгершілігімізден айырылдық. Шынайы мақсатымыздан адастық. Нағыз адами құндылықтарды назарымыздан тыс қалдырдық. Енді міне, осы кітапты оқуды бастап отыр екенсің, саған бір сұрақ қояйын. Сен өлгенде кім жылайды? Сенің жер басып жүргенің қанша адамға керек? Келер ұрпаққа қандай із қалдырдың? Артыңа қандай мұра қалдырасың? Бұл өмірден алған дәрістерімнің бірі, тағдырымды өз қолыма алмасам, ол мені шыр көбелек айналдырады. Күндер аптаға, апталар айға, айлар жылға ұласады. Бір күні дәм тұзымыз таусылады. Ол кезде кеудемізде өміріміз зая кетті-ау деген өкініштің өксігі ғана қалады. Өлім аузында жатқан Джордж Бернард Шоудан әлдекім, екінші рет өмір сүру мүмкіндігі берілсе, не істер едің деп сұрапты. Ол біраз ойланып терең күрсініпті де, әттең, бола алатынымды біле тұра, бола алмаған адамға айналар едім, деп жауап беріпті. Осы кітапты жазған себебім, сен де мұндай өкініш болмаса екен деймін. Мен кәсіби шешен ретінде уақытымның көп бөлігін Солтүстік Америкадағы қалаларға саяхаттап, әртүрлі конференцияларға қатысып, жеке өмір мен бизнестегі көшбасшылық туралы баяндама жасаумен өткіземін. Конференцияға қатысушылардың әрқайсысы әртүрлі ортадан шыққанымен, бәрінің көкейінде өмірдің мәні неде, артыма қалай із қалдырсам болады. Тым кеш болмай тұрғанда, өмірімді барынша жеңілдетіп, бейнетімнің зейнетін көру үшін не істесем екен деген сұрақ тұрады. Барлығына берер жауабым, өмірлік мұратыңды анықта.
Әркімнің бойында уақыты келгенше ашылмай тұратын ерекше дарын бар. Бәріміз бұл өмірге нақты бір мақсатпен адами қасиеттерімізді жетілдіріп, жан-жағымыздағы жандардың тағдырын өзгертуге үлес қосу үшін келеміз. Мұратты анықтау қазіргі жұмысыңды тастап кету емес, ол қандай жұмыс болсын, беріліп істеу және қолыңнан келетін іске көбірек назар аудару. Тағдырыңды қолға алатын уақыт келді. Махатма Ганди айтпақшы, өміріңде көргің келетін өзгерісті өзің жаса. Осы кеңеске құлақ ассаң, өмірің де өзгереді. Бейтаныс жанға мейірімді бол. Төсек тартып жатқан Олдос Хаксли өлер алдында өмірден көрген түйгенін ойлана келе, бүкіл ғұмырын көз алдынан өткізіп, бір-бірімізге мейірімді болайық деген қарапайым қорытындыға келіпті. Толыққанды өмір сүру үшін ұлы жетістікке жетсек, атақты болып, журналдар мен газеттердің бетіне есіміміз шықса деп ойлаймыз. Бұлай ойлау үлкен қателік. Асылында өмірдің мәні күн сайын адал да мейірімді болу. Сол кезде болмысымыздың ұлылығы арта түседі. Алдыңнан шыққан әр адамның саған берер сабағы немесе айтар әңгімесі бар. Біздің әрбір күніміз өткінші сәттерден тұрады. Осы сәттерде кездейсоқ кезіккен жандарға аяушылық танытып, мейірім төге білсек, адамгершілігіміздің айқын көрінісі болар еді. Неліктен ізгі адам екенімізді көрсетіп, әлемді жақсарту үшін қолымыздан келгеннің бәрін істемейміз? Менің ойымша, күніне ең болмағанда бір адамның жүзіне күлкі ұялатып, бір бейтаныс жанның көңіл күйін көтерсең, күніңнің зая кетпегені. Мейірімділікті жер бетінде өмір сүргеніміз үшін төлейтін салық деп білу керек. Бейтаныс жанға қалай жақсылық жасайтыныңды көзіңе елестет. Мейірімділікті қарапайым әрекеттен баста. Турникеттен өтіп бара жатып, артыңнан келе жатқан көлік үшін ақша төлей сал. Метрода мүмкіндігі шектеулі жанға орын бер. Немесе алдыңнан шыққан кез келген адаммен амандас. Жақында Феррарин сатқан монах кітабын оқыған Вашингтон штатының бір тұрғынынан хат алдым. Ол хатында мен рухани дамуыма ықпал еткен жандарға $10 төлеуді әдетке айналдырдым. Мына $100 шекті сізге деген алғысым ретінде қабыл алыңыз деп жазыпты. Мен оған бағдарламаларымның бірінің аудио жазбасын жібердім. Осылайша оның маған жасаған сыйын өтедім. Бұл әйелдің жомарттығы адамдардың бір-біріне көмек көрсетуге тиіс құрметінің айқын мысалы. Алған бетіңнен қайтпа. Бір күні қатты ауырып мүгедек арбаға таңылған адам аурухананың палатасына кірсе, терезенің жанындағы төсекте өзге бір науқас жатыр екен. Екеуі жақын танысып дос болып кетеді. Палатада жатқан науқас арбаға таңылған досының көңілін көтеру үшін терезеге қарап, аурухана сыртындағы өмірді суреттеп беріп отыруды әдетке айналдырады. Кей күндері аурухананың ар жағындағы саябақта жайқалған ағаштардың әдемі, түрлі түсті жапырағы айналып жерге түсіп жатқанын сипаттайды. Ал бір күндері аурухананың жанынан өтіп бара жатқан адамдардың не істеп жүргенін айтып береді. Алайда уақыт өте келе, арбаға таңылған науқас досы суреттейтін тамаша көріністерді өзі барып көре алмайтынына ызалана бастайды. Сөйтіп ызасы жанындағы серігіне ауысып, оны жек көріп кетеді. Бір күні түнде терезенің жанында жатқан науқас қатты жөтеліп, тынысы тарылып, дем ала алмай қалады. Мүгедек досы көмекке шақырудың орнына оны көрмегендей болады. Таң ата дәрігерлер аурухананың сыртындағы тіршілікті баяндап, жанындағы серігіне қуаныш сыйлап келген науқасты жүрегі тоқтады деп палатадан алып кетеді. Көршісінен құтылған науқас терезенің жанындағы төсекке ауыстыруын сұрайды. Медбике оның өтінішін бірден орындап, орнын ауыстырып береді. Орнына жайғасқаннан кейін әлгі адам терезеге қарайды да қорыққаннан қалшылдап қоя береді. Терезенің арғы жағында кірпіш қабырғадан басқа ештеңе жоқ екен. Сөйтсе бұрынғы көршісі осындай қиын күндерде досын қуантып, бақытты етейін деген ниетпен қиялына ерік беріп, керемет көріністерді ойдан шығарған болып шығады. Оның қоршаған ортаға деген махаббаты риясыз екен. Осы оқиға есіме түскен сайын, менің де өмірге деген көзқарасым өзгере түседі. Бақытты, толыққанды өмір сүру үшін қиындыққа тап болғанда есесі кеткен адамдай ызаланбай, басыма түскен осы бір жағымсыз жағдайға басқа жағынан қарап,
жақсы шешім шығаруға бола ма деп сұрақ қояйық. Заманымыздың ұлы физигі Стивен Хокинг бірде былай депті: біз 100 миллион галактиканың бір бұрышында орналасқан орташа бір жұлдыздың шағын планетасында тұрамыз. Көзқарастағы мынадай өзгеріске не дейсің? Осы ақпаратпен салыстырғанда сенің қиындығың қаншалықты ауқымды? Басыңнан өткен қиындықтар мен қазіргі проблемаларыңды әлі де күрделі деп санайсың ба? Біз бұл дүниеге тым қысқа уақытқа келеміз. Жоғарыда айтқанымызды ескерсек, адам мәңгілік ауқымында болар-болмас нүкте ғана. Сондықтан әрбір сәттен ләззат алып, шат-шадыман күн кешкің келсе, парасатты бол. Өзіңді аяма. Табысты да мағыналы өмірдің кілті жеке тәртіп. Тәртіптің арқасында маңызды екенін біле тұра, орындамай жүрген ісіңнің бәрін аяқтай аласың. Жеке тәртіп болмаған жерде нақты мақсат қою, уақытты тиімді пайдалану, адамдарға жақсылық жасау, қиындықты жеңіп шығу, салатты өмір салтын ұстау және жақсы ойлау мүмкін емес. Мен жеке тәртіпті аяусыз махаббат деп айтамын. Өйткені өзіңді өзің аямау шын жақсы көретініңнің белгісі. Өзіңе қатал болсаң, су бетіндегі жапырақ сияқты өмірдің ағысымен кетпей, жаның қалаған жолды тауып, саналы өмір сүресің. Семинарларымның бірінде мен былай дедім: өзіңе қаншалықты қатал болсаң, өмір саған соншалық мейірім төгеді. Өміріңнің сапасы таңдаған мансабыңа, оқыған кітабыңа, таңертең нешеде тұрғаныңа, күнделікті ойларыңа емес, жасаған таңдауларың мен шешімдеріңе байланысты. Ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүрмей, дұрыс таңдау жасай білсең, ерік жігерің шыңдалып, тағдырыңды өз қолыңа аласың. Өмірін тиімді де толыққанды сүретін адамдар жайлы ортаға оңай әрі ыңғайлы нәрсеге ғана қызықпайды. Кез келген жағдайда ақылға жүгініп, дұрыс шешім қабылдайды. Олар сонысымен ұлы. Публицист ойшыл Грейдің айтуынша, табысты адам жолы болмайтындар ұнатпайтын әрекеттерді жасай алады. Мұндай әрекет оларға да ұнамайтын шығар. Десе де, жүрегінің қалауын ерік күшіне бағындыра біледі. 19 ғасырдағы ағылшын жазушысы Томас Хенри Хаксли де осыған ұқсас пікір айтқан. Қандай болсын, білім алудың ең маңызды нәтижесі адам өзі қаламай тұрғанына қарамастан тиімді қадамдарды таңдай алуы. Ал Аристотель осы даналыққа басқаша сипат берген. Бір іске машықтану үшін оны алдымен істеп көру керек. Құрылысшы болу үшін үй салып көр. Ал арфашы болу үшін арфада ойнап үйрен. Сол сияқты әділдікке ұмтылсақ, әділ боламыз. Әрекеттерімізді бақылауда ұстасақ, жинақы боламыз. Батылдық танысақ, батыл боламыз. Журнал жүргіз. Журнал жүргізу тұлғалық қасиеттерді дамытудың ең тамаша жолы. Оған жинаған тәжірибеңді және өмірден көрген білгеніңді тізіп жазсаң, күннен күнге ақылың аса түседі. Сана сезімің оянып, сирек шалыс басатын боласың. Журнал жүргізсең, өзіңе не керегін түсініп, шын мәнінде қажетті де, маңызды дүниелерді ғана назарда ұстауды үйренесің. Ойыңды қағазға түсіре отырып, өз ойларыңмен оңаша қаласың. Өз-өзіңмен сұхбат құрасың. Осылайша, бойыңнан қазір ұмыт болып бара жатқан қасиет, терең әрі жан-жақты ойлау қасиетін табасың. Журналдың арқасында ойың жинақталып, мақсатың айқындалып, өміріңнің мәні арта түседі. Оған қоса, маңызды мәселелерге қатысты пікірің пайда болып, күнделікті өмірде ұстанатын бағытыңды белгілейсің. Кәсіби жеке өмірің мен рухани әлеміңді байытуға пайдалы деген ойларыңды тізесің. Журнал қиялың мен арманыңа ерік беретін мекенге айналады. Журнал күнделік емес. Күнделікке болған оқиғаларды жазсаң, журналда ол оқиғаларды талдап, баға бересің. Журнал жүргізу арқылы не істейтініңді, неге олай істейтініңді ұғынып, әрекеттеріңнен қандай сабақ алғаныңды саралайсың. Журнал жүргізген уақытта тұлғалық қасиетің мен ақыл ойыңды дамытасың. Білім жинауға ұмтылсаң, басыңнан өткенді болашақта үлкен жетістіктерге жету үшін пайдаланасың. Медициналық зерттеулерге сәйкес, журналға ойын жазуға
Күніне кемінде 15 минут жұмыс жасаған адамның денсаулығы мықты, иммунитеті жоғары және жалпы көңіл күйі көтеріңкі болады екен. Өмірің ойлауға тұрарлық болса, онда жазуға да тұрарлық екенін естен шығарма. Шындық философиясымен өмір сүр. Біздің әлем орындалмаған уәделер әлемі. Біздің әлем сөзінде тұра алмайтын адамдар әлемі. Уақытымыз жоқ екенін біле тұра, келесі аптада түскі аста кездесеміз деп досымызға айта саламыз. Ешқашан ешкімге кітап бермейтінімізді біле тұра, әріптесімізге жақсы көретін кітабымызды сыйға тартуға уәде береміз. Өз-өзімізге биыл салмақ тастаймын, ауыртпалықтардан құтылып, қалағанымның бәрін істеймін деп уәде береміз. Бірақ осы мақсаттарға жету үшін бәлендей өзгеріске ұмтылмаймыз. Ойыңды ашық айтпасаң, бір күні бұл да әдетке айналады. Сөзіңде тұра алмасаң, ертеңгі күні саған ешкім сенбейтін болады. Міне сол кезде қиналғанның көкесін көресің. Сенімнен шықсаң, саған артқан сенім жібі үзіледі. Сенім жібі үзілсе, жақындарыңмен қарым-қатынаста үзіледі. Шындық философиясымен өмір сүру үшін бір апта ішінде қанша адамға жалған уәде беріп, қанша болмашы өтірік айтатыныңды бақылап көр. Одан кейінгі 7 күнде шындық айту оразасын тұт. Өзіңе, басқаларға да, өзіме де тек шынайы боламын деп серт бер. Жағымды әрекет қолыңнан келмеген сайын жаман қылыққа дағдыланасың. Шындық айтпаған сайын өтірік айтатын боласың. Біреуге уәде бердің бе, сөзіңде тұр. Сөзінің тұрлауы жоқ деген атаққа қалғанша, сөзінде тұратын адам болған әлде қайда артық. Тереза ана айтпақшы, көп сөйлеудің қажеті жоқ. Уағыз айтатын жер жиналыс өткізетін жер емес. Онда не істеу керек? Қолыңа сыпырғышты алып, басқа бір адамның үйін сыпырып бер. Бұл іс 1000 сөзден артық. Өткеніңді құрметте. Өткенді еске алған сәттің бәрі болашақтан ұрланған уақыт. Проблемаларыңды ойлаған сайын, оның шешімін табуға кететін уақытыңды ұрлайсың. Басыңа түскенін қаламайтын жағымсыз жайттардан қорыққан сайын, алда күтіп тұрған жақсы дүниелерді алыстата түсесің. Адам не туралы ойласа, соған айналады деген бір ақиқат бар. Соған сенсек, өтіп кеткен оқиғалар мен қателіктерді қайтадан өміріңе шақырғың келмесе, ойыңды оған бұрма. Оның орнына өткеннен алған сабақтарыңды, болашағыңды жарқын етіп, бір саты биіктеу үшін пайдалан. Өміріңдегі ең келеңсіз жағдайлар ең үлкен мүмкіндіктерді ашады. Көне грек ойшылы былай деген екен: басыңа ауыр іс түскенде, бақытты болудың зор мүмкіндігі пайда болады. Қиындыққа тап болғанда, осы сынақтан өткенде жинаған тәжірибем мен алған дәрісімді пайдаға асыру үшін өмір маған үлкен мүмкіндік дайындап тұрған шығар деп ойла. Өмірден алған дәрістеріңді болашақта өркендеуге жұмса. Бақытты адамдардың да басынан көп қиындық өткен. Олардың бақытсыздардан айырмашылығы, басынан өткен жағдайларынан керегін алып, қажетсізін тастайды. Егер менің басыма басқалардан көбірек сынақ түсті деп есептесең, толыққанды өмір сүру мүмкіндігің басқалардан әлдеқайда жоғарғы екенін ұмытпа. Тәуекелге жиі бел буатын, батылдық танытатын, қиындықтан қашпайтын жандарға сәтсіздікке жиірек ұшырайтыны заңдылық. Өз басым әрекет етпей қорқақтап отырғанша, бір іске тәуекел етіп, сәтсіздікке ұшырағаным жақсы деп ойлаймын. Жайлы, қауіпсіз, бірақ бір сарынды өмір сүргенше, қалаған өмірімде қабілеттерімді арттырып, бұрын қолымнан келмеген істі бастап көргім келеді. Мағыналы өмірдің сыры да осы деп ойлаймын. Данышпан Геродот бірде әлденеден сезіктеніп, қорқақтың күйін кешкенше, тәуекелмен ізгі іс бастап, батыл болып, алдымнан шығатын сәтсіздіктің ең болмағанда жартысын қасқая қарсы алуға дайын болайын депті. Немесе Букер Вашингтон айтпақшы: адамның жетістіктері оның қол жеткізген мәртебесімен емес, сол мәртебеге жету жолында жеңген қиындықтармен өлшенеді. Күніңді жақсы көңіл күймен баста. Күніңді қалай бастасаң, солай өткізесің. Ояна салғаннан кейінгі 30 минутты мен платинум 30 деп атаймын. Өйткені ол күннің ең маңызды кезі.
және одан кейінгі әрбір минутқа айтарлықтай ықпал етеді. Егер өзіңді әр таңды таза ниетпен және жақсы әрекетпен бастауға тәрбиелесең, әр күніңнің мағынаға және тамаша сәттерге толы болатынына көз жеткізе аласың. Жақында мен екі баламды Эверест фильмін көруге кинотеатрға алып бардым. Бұл фильмдегі әсерлі көріністер мен батылдықтың таңғажайып мысалынан басқа тағы бір жайтты ойыма түйді. Альпинистер көздеген шыңына ойдағыдай жету үшін міндетті түрде таудың етегіне жақсы лагерь құру керек. Таудың етегінде демалып, күш жинап, азық-түлікті түгендеп алатын лагерь болмаса, шыңға шығу мүмкін емес екен. Екінші лагерьге жеткеннен кейін альпинистер қайтадан бастапқы жеріне оралып, бірнеше апта күш жинайды. Одан кейін үшінші лагерьге жетеді де, төртінші лагерьдің жол қамына әзірлену үшін қайтадан бастапқы лагерьге оралуға асығады. Ал төртінші лагерьге жеткеннен кейін соңғы рет тауға шығуға қажетті қор жинау мақсатында қайтадан бірінші лагерьге оралады. Біз де дәл осылай нысанға алған шыңға шығу үшін, күнделікті қиындықтарды еңсеру үшін альпинистердей бастапқы лагерімізге оралып отыруға тиіспіз. Міне осыны мен платинум 30 деп атаймын. Өмірлік мақсатымызды еске түсіріп, жаңа жолға шығуға күш-қуат жинап, ең маңызды мәселелерге көңіл бұру үшін оралатын жеріміз болу керек. Мен әрбір күнімді шаттыққа толтырып, жан тыныштығын сыйлайтын таңғы рәсім ойлап таптым. Ол үшін ояна салысымен ешкім бөгет болмайтын киелі мекенге өзім қолдан жасап алған шағын кеңістікке еніп оңаша қаламын. Мұнда 15 минуттай отырып басымнан өткен барлық жақсылықты ой елегінен өткізіп, жаңа күннің маған сыйлайтын тамаша тосын сыйларына дайындаламын. Содан кейін қарбаласпен жүріп жиі есімнен шығып кететін табысты өмірдің мәңгілік ақиқаты хақындағы даналыққа толы әдебиеттерді алып оқимын. Мысалы, Рим философиясы Марк Аврелийдің медитациялық ойлар кітабын, Генри Дэвидтің, Бенджамин Франклиндің автобиографиясын және Уэллдің кітаптарын оқимын. Осы шығармалардан алған дәрістерім маған назарымды шынымен маңызды нәрселерге бұрып, күнімді жақсы көңіл күймен бастауға мүмкіндік береді. Әр таң сайын білім нәрімен сусындап, күні бойғы әр сәтімді қуанышпен, күш-жігерге толтырамын. Міне сондықтан әр күнді жақсы көңіл күймен бастау керек. Сонда ғана өзгересің. Сыпайы түрде жоқ деп айтуды үйрен. Өмірлік мақсаты айқындалмаған адамдарға әрбір өтінішке иә деп жауап беру оңай. Болашағының жарқын бейнесін көзіңе елестете алмасаң, саналы түрде әрекет етуге мүмкіндік беретін нақты жоспарың болмаса, былайғы күндерде әркімнің сөзіне еріп кете бересің. Феррарин сатқан монахтың көшбасшылық даналығы кітабында жазып кеткенімдей, күнделігіңе өз жоспарларыңды жазбасаң, оған басқалардың жоспары енеді. Сондықтан өмірдегі ең басты мақсатың анық болуы шарт, және сыпайы түрде жоқ деп айтып үйренуге тиіссің. Қытай данасы Шужан Цзы қожайынына қылыш соғып берумен айналысыпты. Ол тіпті 90 жасқа келсе де осы жұмысын асқан шеберлікпен ешбір қатесіз істейтін болған екен. Қанша асықса да кемшілік жібермепті. Бірде қожайыны одан осындай керемет заттарды істеп шығуға Құдай берген дарының көмектесе ме, әлде белгілі бір әдісің бар ма деп сұрапты. Мен басты нәрсеге зейін қоюды білемін деп жауап береді сонда қылыш шебері. 21 жасымнан бастап қылыш соғып келемін. Басқа ештеңеге алаңдаған емеспін. Қылыш соғудан басқа кәсіпке қызықпаған да, мойын бұрып қарамаған да екенмін. Қылыш соғу өмірімдегі жалғыз әуесім және бірден бір мақсатым болды. Басқаға жұмсаған күш-жігерімді осы өнеріме салдым. Шеберлігімнің сыры осында. Жетістікке жеткен тұлғалардың көпшілігі өзінің озық тәжірибесін қолынан келетін ісін, өміріне ең көп ықпал ететін саланы кемеліне жеткізуге тырысады. Тек қана ең маңызды дегенге назар аударып, көңілін алаңдататын ұсақ түйек мәселелерден оңай бас тартылады. Баскетбол тарихындағы ең үздік ойыншы Майкл Джордан келісімшарт талаптарын талқылауға, киімнің дизайнын таңдауға немесе сапарының кестесін құруға ешқашан араласқан емес. Ол бар уақыты мен күш-жігерін қолынан келетін бір іске, баскетбол ойынына жұмсап,
басқа жұмысты көмекшілеріне тапсырған. Әйгілі джаз кернейшісі Луи Армстронг концерттеріне билет сатумен және залдағы орындарды жайғастырумен ешқашан айналыспаған. Ол уақытын қолынан келетін іске, саксофон ойнауға ғана жұмсаған. Ұсақ, маңызы жоқ мәселелерге жоқ дей білсең, бар уақытыңды өмір салтыңды өзгертуге және жинаған білімің мен дарыныңның арқасында артыңа өшпес із қалдыруға жұмсай аласың. Аптаның бір күнін демалысқа арна. Ертеде аптаның 7-ші күні шаббат деп аталған. Әдетте өте маңызды болса да, жиі еленбей қалатын істерге, соның ішінде отбасымен уақыт өткізуге, жақсылап тынығуға, қайта күш жинауға арналатын, мұндай күн тынбай еңбек ететін адамдарға күш-қуат жинап алуға мүмкіндік берген. Алайда атқаратын міндеті көбейіп, қым-қуыт тіршілікке белшеден батып жүретін адамдар тамаша мүмкіндіктер мен пайда сыйлайтын осынау дәстүрді назардан тыс қалдырып жатады. Күйзеліс негізінен зиян нәрсе емес. Ол жақсы нәтижелерге жетуге, бойымыздағы адам сенгісіз ерекше қабілеттерді ашуға және таңғаларлық нәтижелерге қол жеткізуге көмектеседі. Мұны кез келген танымал спортсменнен сұрасаң болады. Мазасызданып, елең-алаң өмір сүретін жандар үнемі күйзеліс үстінде жүреді. Күш-жігеріңді қалпына келтіріп, жан дүниеңе сілкініс жасағың келсе, аптасына бір күніңді өзіңе арна. Апталық шаббат ұйымдастырып, күйбең тірлікпен шапқылап жүріп, мән бермейтін қарапайым дүниелерден ләззат алуды үйрен. Аптаның бір күнін осындай рәсімге айналдырсаң, күйзелісің азайып, шабытың ашылып, ұсақ-түйек істердің де бақытын сезіне бастайсың. Мұндай демалысқа бір күнді толық бөлу міндетті емес. Мысалы, жексенбі күні таңертең өзіңе ұнайтын іспен айналысып, небәрі бірнеше сағат жалғыз қалуға тырыс. Жақсы көретін кітапты дүкеніне бар. Жаңа шыққан күнді тамашала. Жағалауда жалғыз серуенде. Журналыңа ойларыңды жаз. Болашағыңа жоспар құрғанда, жаның қалаған істерге көбірек уақыт бөлсең, өміріңе мән мағына сыйлауға жасаған алғашқы қадамың болады. Апта сайынғы демалысты өміріңнің ажырамас бөлігіне айналдырудағы мақсатыңды басқаларға түсіндіріп әуре болма. Бәрін өзің үшін істе, өйткені бұл саған керек. Торо сөзімен айтқанда, егер адам жолдастарымен бір қатарда жүрмесе, басқа дағыраның ырғағымен келе жатқан болуы керек. Бұл дауыс қалай және қайдан естілгеніне қарамастан, оған өз әуенімен жүруге мүмкіндік беріңіз. Өз-өзіңмен сөйлес. Мен осыдан бірнеше жыл бұрын сот адвокаты болып жұмыс істедім. Материалдық жағдайым жақсы болғанымен, жаным тыныштық таппайтын. Осы кезде Джеймс Алленнің «Ойлайтын адам» атты кітабын оқыдым. Кітапта өмірді қалауымызша өзгертуге, бақыт пен байлыққа қол жеткізуге ықпал ететін сананың ғаламат күші туралы жазылған. Сонымен қатар, онда ойымызды анық жеткізу үшін күн сайын қолданатын сөздердің сана сезімімізді қалыптастыруға айтарлықтай әсері бары айтылған. Осы ойдың маған ұнағаны сонша, сананың күші туралы және даналыққа толы кітаптарға дейін қоя бастадым. Осылайша, аузымыздан шыққан әрбір сөз өзімізбен және басқалармен қарым-қатынас барысында өмір сапасына айтарлықтай әсер ететінін түсіндім. Одан алған білімім күні бойы сағат сайын, минут сайын өзіммен өзім сұхбаттасатынымды түсінуге көмектесті және өзіме осы сұхбаттардың мәнін жақсартуға серт бердім. Ол үшін 5000 жыл бұрын көне ғалымдар ойлап тапқан әдістерді қолдануды ұйғардым. Осылайша өмірімді өзгерттім. Бұл өте қарапайым әдіс. Ол үшін бар болғаны миды жаттықтыруға арналған бір сөйлемді таңдайсың да, ол ойыңда жатталып қалып, болмысыңды өзгерте бастағанша күні бойы еске алып қайталай бересің. Жан дүниең байыз тауып, тыныштықта өмір сүргің келсе, мына сөзді мантра ретінде қайталауыңа болады. Мен сабырлымын және салмақтымын. Сол үшін шүкір етемін. Егер өзіңе деген сенімді арттырғың келсе, мына мантраны айт. Мен батылмын және өзіме шексіз сенемін. Сол үшін шүкір етемін. Егер материалдық табысыңды арттырғың келсе, мына мантраң мынадай болуы мүмкін. Ақша мен мүмкіндіктер маған толассыз келіп жатыр. Сол үшін шүкір етемін. Өнімсіз уақыттарда өміріңе мағына үстеу үшін
жұмысқа бара жатқанда, кезекте тұрғанда, ыдыс жуғанда осындай мантралардан ақырын күбірлеп айтып жүр. Тек қана өзіңе арналған мантраны 4 апта бойы күніне ең болмағанда 200 рет қайталап көр. Сонда өміріңде тыныштық орнап, берекең, бағың еселеніп, алға қадам жасап, таң қаларлық нәтижеге қол жеткізетін боласың. Әзірет Инаят хан айтпақшы, сөздің жанға төккен нұры асыл тастан тарайтын сәуледен артық. Уайымдауға уақыт бөл. Феррарин сатқан монах кітабын жазғаннан кейін, бақытты болудың, өмірде өз орнын табудың және күйзелген сәтте сабыр сақтаудың сырын түсініп, алғысын жаудырған жан-жақтағы оқырмандардан хаттар ағылып келе бастады. Хат иесінің көбісі жұмыс басты адамдар екен. Олардың айтатыны, жұмысқа ес-түссіз беріліп кеткені соншалық, үйге келгенде бар ойы жұмыста болады екен. Жұмыс барысындағы қиындықтардан әбден қалжыраған оқырмандарым, жұмыстан тыс уақытта жақсы көруді, күлуді, отбасымен бірге отырып көңіл көтеруді ұмытқан. Көп адам өмірінің басым бөлігін алаңдаумен өткізеді. Қызмет бабындағы мәселелерге, төленбеген шоттарына, қоршаған ортаға, балаларына, тағы да басқа мәселелерге алаңдайды. Дегенмен біз осы уайымымыздың дені бекершілік екенін іштей түсінеміз. Бұлар Марк Твеннің өмірімде қайғы қасірет көп болды, тіпті олардың кейбіреуі орындалды да дегеніне ұқсайды. Әкем данышпан кісі болған. Бірде ол маған санскрит жазбасында өлікті өртеу мен уайым белгілері қатты ұқсайтынын көрсетті. Мәссаған, дедім мен оны көріп. Таң қалатын дәнеңе жоқ балам, деді ол жайбарақат. Біреулер өлген соң өртенсе, енді біреулер тірі жүріп те өртенеді. Алаңдау әдеті өмірдің шырқын бұзатынын өз тәжірибемнен білемін. Жасым 30-ға таяғанда табысқа жеткізетін жылдам жолға түстім. Ол уақытта еліміздегі ең беделді заң оқу орнынан қос диплом алып, жоғарғы соттың хатшысы болып қызмет еттім. Және адвокат ретінде күрделі мәселелерді шешумен айналыстым. Сол күндерде шамадан тыс жұмыс істеп, жиі уайымға салынатынмын. Дүйсенбі күндері таңертең жаным қаламайтын іспен айналысып, талантым қор болғанын ойлап, ішім бүріп, өзімнен өзім жиреніп оянатынмын. Сондықтан өмірімді өзгертудің жолын іздей бастадым. Сөйтіп өзіме көмектесетін және көшбасшылық қасиеттерімді дамытатын кітаптарды ақтарып жүріп, сабырлы, салиқалы, бейбіт өмір сүрудің сырын таптым. Алаңдау әдетін жеңуге көмектесетін әрдайым қарапайым әдістердің біріне тоқталғым келеді. Уайымға берілетін уақытыңды белгіле. Мен мұндай уақытты уайым үзілісі деп атаймын. Әдетте бір қиындық туса, жұмыс істейтін уақытымыздың бәрін соны ойлап, уайымдаумен өткіземіз. Бұдан былай істеме. Сол мәселені уайымдауға арнайы уақыт белгілеп қой. Мысалы, кешкі 30 минут уақытыңды уайымға бөл. Сол кезде оңаша қал да, әбден уайым шегіп бір қасіретіңді ой елегінен өткізіп көр. Бірақ уақыт аяқталғаннан кейін проблемалардың бәрін артқа тастап, пайдалы, өнімді іспен шұғылдануға көш. Мысалы, далаға шығып таза ауада серуенде, рухыңды оятатын кітап оқы, жаныңа жақын адаммен әңгімелес. Егер басқа уақытқа бірдеңені уайымдай бастасаң, дәл сол мәселені блокнотыңа жазып қой да, ол туралы келесі уайым үзілісінде ойлан. Осы қарапайым, бірақ керемет әдіс уайымдайтын уақытыңды біртіндеп азайтып, алаңдау әдетінен мүлдем арылуға көмектеседі. Сәбиден үлгі ал. Бірде 4 жасар ұлым Кольвиді италиялық мейрамханаға түскі асқа апардым. Күздің шуақты күндерінің бірі болатын. Ұлым әдеттегідей күш қуаты бойына сыймай мәз-мейрам болып жүгірді. Екеуміз спагетти жеп алдық та, даяшы әкеліп берген жаңа піскен нанға кірістік. Алайда мен сол сәтте кішкентай Колбидің әкесіне тағы бір өмірлік дәріс үйрететінін білмедім. Колби нанды ересектерше бірден тістеп жеудің орнына басқаша әдіс қолданды. Ол жаңа піскен нанның сыртындағы қытырлағын қалдырып, ішіндегі жұмсағын қолмен шығара бастады. Бір сөзбен айтқанда, нанның ең дәмді жерін жеп, қалғанын тастай салмақшы болды. Семинарларымның бірінде бір кісі, балалардың санасы біздікінен әлдеқайда озық, олар бізге дәріс беру үшін келді деген еді. Сол бір шуақты күнде ұлымнан алған дәрісім мынау болды. Біз ересектер өмірдің жұмсақ, тәтті жағын елемей, тек
қана сыртындағы қытырлығына мән береміз деп көп уақытымызды жоғалтамыз. Қызмет бабындағы қиындықтарды, төленбеген шоттарды және үнемі уақыт жеткізе алмайтын жұмыстарымызды ойлаймыз. Бірақ адамның ойы өміріне тікелей әсер етеді. Нені ойласақ, сол алдымыздан шығады. Қандай ойдың жетегіне ерсек, тағдырымызды соған телейміз. Сол себепті жақсы нәрсені ойлауға үйір болайық. Алдағы апталарда сананы сілкіп, ұмыт болған қуанышқа, шаттыққа толы сәттерді еске түсір де, ішіңде ұйықтап жатқан баланы оят. Балалардың жағымды қасиеттерін зерттеуге және олардың үнемі сергек жүретінінен қиялшыл, айналада не болып жатқанына қарамастан осы сәтпен өмір сүретін қасиетінен үлгі алуға уақыт тап. Сөйте тұра Лео Растенің сөзін есіңнен шығарма. Қанша айбатты болып көрінсе де, бір адамды түсініп, тіл табысу үшін оны кішкентай баладай көр. Өйткені біз бойымыз өскенімен, жан дүниеміз әлі сол есеймеген бала күйінде қалған. Иә, бұрынғыдай көп күлмейміз, көп ойнамаймыз, бірақ байсалды ересектерге тән келбетіміздің астарында сол баяғы болмашыға қуанып, ертедегі өмір сүргісі келетін кішкентай бала бар. Есіңде болсын, данышпандықтың 99% шабытпен келеді. Әлемге әйгілі Томас Эдисонның кемеңгерлік 1% шабытпен және 99% еңбекпен келеді деген сөзін бәрі біледі. Әлбетте, өмірде үлкен жетістіктерге жетіп, қабілетіңді іске асыру үшін еңбектің мәні зор. Алайда шабыттың арқасында әлемді өзгерте алатыныңды түсінудің мәні одан да зор. Дүниежүзіндегі данышпан тұлғалардың бәріне шабыт сыйлайтын нәрсе басқа адамдардың өмірін жақсартуға деген ұмтылыс. Олардың өмір баянын оқысаң, осы бір идея оларды түні мазалағанын көресің. Олар осы оймен жатып, осы оймен тұрған. Эдисон қиялындағы дүниенің бәрін